Endi mine sonda Peygamberimiz sonday beybit күннің қаншалық құны бар екендігін жақсы бағалап, әр нәрсені уақытында пайдаланды. Балдарды оқыттырды, жамағаттарды оқыттырды, дінге үйретті, көкірегін аштырды. Бұтқа табынудың несінен шығарып оларды. Енді қазіргі уақыттарда біздерде де талай нәрсе болып жатыр. Өздерінше жаңағы тәңір деп, басқа деп әр нәрсені дін ұстап жүргендер бар. O tәңіршіліктен не жазба дерек жоқ бұл. Ода бір пәлен пайғамбар өтіпті деген нәрсе жоқ. Құры бекерге тәңіршіліктен не табады бұл адамдар? Қай пайғамбарға сенеді олар? Тәңіршіліктер кәпір. Тәңіршілер. Тәңіршілерге қыз беріп құдаласу болмайды, кәпір. Тәңіршілікке баратын болса, ол діннен азғандар. Ол біздің ата-бабамыздың несеген, діннен екен, осындай біздің бабаларымыз тәңірге табынған екен деген сөздің ешқандай пайдасы жоқ, қажеті жоқ нәрселер. Бұл қып-қызыл надандық. Құдай тағаланың дінінен ешқандай не кемшілік бар, не кемістік бар. Аллах Тағала өзінің кең рахметіне, мархаматына шақырып тұр. Келіңдер деп, сендердің өткен күнәларыңды кешіремін деп. Бұны енді біз өзіміздің жағдайымызды пайдалансақ, ұрпақтарымызды дұрыстап тәрбиелеу, оқыту, көздерін ашу. Мысалы үшін жастар 10 жасқа шейін мына ғылымның дәлелдеуі бойынша ғалымдар зерттеулерінде көрсеткен 10 жасқа дейін балдар үйрену керек нәрсенің 80%-ін үйренеді. Қалғаны 20. Қалған 20-ны ол кейінгі өмір бақиында үйренеді. Сонда 10 жасқа шейін оларға не үйреттік деген нәрсені ойлауымыз керек қой. Біреулер кәлима айтуды білмейді. Ла илаха иллаллах Мұхаммаду Расулуллах бір мәртебе кәлима айтқан адам мұсылман есептеледі, егер шын көңілмен айтса. Құдай тағала сол кәлиманы «Мән кәна ақиру кәламихи ла илаха иллаллах дақалал жәннәті». Кімнің ақырғы айтқан сөзі ла илаха иллаллах болса, жәннатқа кіреді дейді пайғамбарымыз хадисінде. Өмірінде бір мәртебе кәлима айту парыз. Ал жай уақыттарда қайталап жүрсе, ол сауап. Енді сол кәлиманды дұрыстап айта білмесе не дейміз? Оғанда да біреу жазықты бола ма? Біз көрдік қой кешегі уақыттарда. Нелі болса да болды болғанша. Қуғындаулардың талайын көрдік. Мен оның дәлелдеуім қажет жоқ. Уақытта болғаны рас. İman İslam'da biz öz ornымен қолданып пайдалануымыз керек. Адасушылыққа жол бермеу керек.